хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Тараз қалалық нөмірі 5 мектеп гимназиясында тәуелсіздігім, мақтанышым атты облыстық сурет байқауы өтті. Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу әдістемелік бөлімінің ұйымдастыруымен өткен қылқалам шеберлерінің сайысына 60-тан астам оқушының түрлі туындылары қабылданған. Ал облыстық байқау кезеңіне 60 жұмыстың ішіндегі 30 іріктеліп көпшілік назарына ұсынылды. Байқау жұмыстары тақырыптың мазмұнына сәйкестігі, тақырыпты ашу, шығармашылық талғамы, сапалық және эстетикалық талапқа сәйкестігі бойынша бағаланды. Мақсаты оқушылардың бойына отан сүйгіштік пен патриоттық сезімдерін қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Ел татулығына, экономикалық көркеюіне деген позитивті көзқарасты қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Көрмеде жалпы әртүрлі техникада орындалған суреттер, ол бейнелеу өнерінің графика, сәндік қолданбалы өнері бойынша суреттер қойылған. Оқушылардың санаты 12 жастан 13 жас, 14, 16 жас, 17 жастағы оқушылар қатысуда. Облыстық байқау қала мен барлық ауданнан келген 5 және 11 сынып оқушылар арасында өтті. Жасалу техникасымен ерекшеленген жұмыстар көрменің көркін ашқандай, бейнелігі мен көркемдік жағынан бір-бірінен асып түседі. Барлығы да еліміздің бірлігі жарасқан берекелі өмірінен сыр шертеді. На своем рисунке я изобразила монумент независимости, находящийся в городе Алматы, и Байтерек, находящийся в сердце нашего государства и столице, городе Астане. Я изобразила пейзаж, подчеркивающий красоту своей родины. Байқау қорытындысы бойынша 2 жұмыс үздік деп танылды. Мұндағы бәсекеден бөлек осындай іс-шаралардың берері мол. Себебі оқушылардың шығармашылық деңгейінің артуына, шеберліктерінің ұшталуы мен өзара пікір алмасуына ықпал етеді. Алматы Садуақас, Сержан Құдияров, жаңалықтар қызметі.